Сәлем достар, сіздермен Темпо. Бұл пранк енді действительно өзіме өтті. Сіздерден лайк, подписка, тағы не бар, короче, бәрін басып кетеміз. Алло. Ойбай, ата көтерді. Кел өзім сөйлесем. Алло. Да. Ассалаумағалейкум, жалғас қалғалай. Уағалейкум ассалам. Жақсы өздеріңіз қалайсыздар? Жақсы шүкір, мен ғой Қайрат. Мынау көрші баста. Мен анау мал бойынша звондап тұр едім, мал сойып жүрсің ба? Иә, сойып жүрмін. Естеуіңіз? Сол мал сойып бойынша звондап бағасын білейін деп едім жаңағы. Қаншаға соясың? Мал сойғанда ата былай ғой. Сою 15 мың, терісін түсіру. 15 мың? Ары қарай уже бөлшектеп, қазақшалап бөлшектеп. Менде өзі пила бар. Пиламен анау кусок қып бөліп берем. 20 мың 5 мың теңге қосылады. Көрдіңіз ба? 20 мың дейсің бе, в общем? Иә, в общем. Жалғассан. Бөліп алам десеңіз 15 мың ғой сол. Жалғассан, короче, былай ғой шаруа. Менден де ақша жағынан кішкене болмай тұр. Сен сойып бер, мен саған қол кесеріңді, етіңді берейін. Қалай қарайсың саған? Түсініп тұрмын ата сізді, просто бізге де ақша керек қой, көрдіңіз ба? Кредит бар, бала-шаға. Түсініп отырмын, үйде ет жоқ, қарын ашты енді. Қазақтың баласысын қояды, бірдеңе нетші енді балам. Үйде біз айбал шығып кетті бигбон жеп, біле, мына қызда бір күнде бигбон істейді. Ата нормально ғой. Қой, шей қайдағы нормально. Алло. Иә, айта беріңіз. Не істейміз енді соң, қашан қолың тиеді, бірдеңе қып сойып берейін. Бір санын берейін. Бір сан дейсіз, Иә, бір сан берейін. Өзімдікі ірі мал, өзі үлкен. Оны қаншама жыл жаңағы тамағын бердім, неттім, асырадым. Алдыңғы сан берісі, арты сан берісі? Білмеймін, өзі қалаған саныңды алып ол. Таңдағаныңды ал, маған сойып берсең болды. Арты санын берсеңіз, ертең келейін, түстен кейін бір 3-ке қарай келсем, алла бұйыртса. Өзің келесің ғой. Санын берсеңіз, иә. Просто жығысатын адам керек оған. Жығысатын адам керек? Ойбай, белін жыдамайды ғой жығысатын адам ол. Қалайсыз? Просто ол не ғой, ертең жаңыз өзімен қалай жығам ол? Қой емес пе ол, жыға салатын жаңыз ол? Жоқ, енді қой емес дегенде, біле, бірақ дұрыс айтасың негізі. Ол тістейтіні бар негізі, жаман тістейді адамды. Сен қорықпа бірақ оны. Мен өзім көзін жіппе байлап тұрам, бір жағына деді қимай тұрым, досымдай болып кетті, қаншама жыл мені нетті. Не істейді дейсіз? Тістейтіні жаман деймін, тістейтіні. Қаншама жыл қойларды қайырып жүрді енді. Қазір енді... Жылқы ма нерсе ол? Сиыр ма? Сиырды емес, жылқыды емес. Өзім итім қой, алабай. Ит? Иә, сол... Енді үйде ет жоқ, айбал, біле, не істейм енді. Ит сояйын деп атсыз? Иә, сол енді саған шақырттым ғой енді. Жоға, ағатай, басыңыз істей ма? Мен ит сойған ес? Енді не дейді енді ана... Үйде ет жоқ, айбал, енді айтады ғой. Не дейді, шымшық сорласа да, қасап сорласын деме, не дейді, сол саған звондап жатыр мен. Мен просто жүрегім ауырады. Түсінші мен жылағым келеді ана. Маған бүйтіп мөлиіп қарап тұрады, сосын мен де мөлиіп қарап тұрам. Ата бигбонда. Сәл бигбонмен қоса. Ойлап тұрсам, арты санын алып, мен ойладым ғой, сиыр ма, или жылқы ма, бірнәрсе деп. Ит сойған ес, ата, ит соймайм мен. Өмірінде сойып көрмеген оны. Соя салшы енді. Бірге жейміз, қуырдағы жейміз зато. Жоға, астақырла. Жындысыз? Бигбон жедеп тұрсың ма маған сонда? Енді ет жеу керек тұғым. Иттен бигбон жақсы емес па? Жүре беріңіз бигбон жеп. Қой шөй, сен... Білет, үйшін тұр қойна. Не хуя біле. Біле, мен сені апачи қайтамын. Кім ол? Білмеймін, кім екен, давай.